Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат мақала жазудың нақты қадамдарымен таныстыру. Конференцияларға мақала жолдайсыз, бірақ үнемі сараптамадан өтпей қала ма? Ендеше сіз нақты қадамдарды білмейсіз. Мәселен, қазір үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс тақырыбындағы ғылыми мақаланың жазу тәртібімен, нақты тәжірибемен, яғни сөйлемдерді дәлелге келтіре отырып талдайтын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда көп олжадан құр қалғаныңыз. Қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз. Сонымен, ғылыми мақаланың құрылымы кіріспе жазылады, кіріспеде жалпы шолу жасайсыз, одан кейін міндетті түрде әдебиеттерге де шолу жасап өтесіз. Яғни сіз дәл осы мақаланы жазарда қандай еңбектерге сүйендіңіз. Міндетті түрде зерттеу әдістері айтылу керек, анализ, синтез, бағалау, индукция, дедукция деген сияқты. Міндетті түрде нәтижелер мен талқылаулар да қажет, ол сіздің практикаңыздың көрсеткіші. Ол жерде диаграмма, сауалнама болуы мүмкін, кестелер, сұхбат, әңгіме, подкаст. Яғни ал қорытындыға содан шыққан түйінді жазасыз, міндетті түрде соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімін көрсетесіз. Ал кеттік. Кіріспеде не жазылады? Кіріспеде өзектілік жазылады және мақсат жазылады. Мәселен, дәл біздің қарастырып отырған тақырып бойынша өзектілік, үлгерімі төмен оқушылар санының өсуі және білім сапасына оның әсері. Мақсат проблеманың себептерін анықтау, жеке тәсілдерді қолданудың тиімділігін зерттеу. Осы кезде міндеттерді де жазып кетуге болады, дәл осы мақсатқа жету үшін қандай міндеттер жүзеге асты дегендей. Әрі қарай әдебиеттерге шолу жасайсыздар, міндетті түрде ол менің жағдайымда Монтессоридің және Сухомлинскийдің еңбектері қарастырылды деп бір сөйлемнің ішіне жазып кетесіздер. Ол міндетті түрде ғылыми тілмен жазылу керек. Әрі қарай зерттеудің әдістеріне сауалнама жүргізілгені жайында, мұғалімдер мен оқушылардың пікірін бақылау жүргізгеніңіз, үлгерімі төмен оқушылардың сабақ барысындағы белсенділігі және эксперимент тәжірибелік оқыту әдістері қолданылғанын да атап өтуіңіз керек. Нәтижелер мен талқылауды қалай келтіруге болады? Мәселен, мотивацияны арттыру үшін ойын әдістерін қолдану үлгерімді 30%-ға жақсартты. Немесе жеке жоспар негізінде оқыту оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырды. Мысал келтіруге болады. 10 апта ішінде ойын технологиялары қолданылған топтағы оқушылардың үлгерімі 25%-ға өсті дегендей. Қорытындыға міндетті түрде үлгерімі төмен оқушылардың жеке жұмыс ең тиімді әдіс болып табылғаны осы деп атап өтулеріңізге болады. Мұғалімдерге арналған тренингтер қажет деп, яғни қандай түйінге келдіңіз, соны айтсаңыз болады. Және міндетті түрде ұсыныстың болғаны дұрыс. Әр оқушы үшін және оқу жоспарын дайындау керек, интерактивті оқыту әдістерін енгізу керек, ата-аналармен тығыз байланысты орнату керек деген сияқты. Сіздерге сабақ тиімді болды деп ойлаймын. Бұдан әрі сіздердің жазған мақалаларыңыз конференцияларға өтіп кетсін, аттестацияларыңызға жарасын. Сау болыңыздар.